Өскеменде мектеп жасындағы қыздар арасында шағын футболдан облыс және қала чемпионаты өтіп жатыр. Дәстүрге айналған турнирге облысымыздың түкпір-түкпірінен келген футболшы қыздар қатысты. Осы өтіп жатқан жарыс негізі Қазақстан футбол федерациясы бізде осы бүкіл республикада қазір футбол апталығы өткізіліп жатыр. Осы жарыстардың бәрілері өтіп жатқан балалар арасында, ардагерлер арасында өтіп жатыр, және қыздар арасында, және де шағын футбол, және де любительский командалардың арасында бәрі осы аптаға арналған. Сәуірде басталған доп додасына Өскемен, Семей, Үржар, Аягөз, Күршім, Риддер, Алтайдан келген командалар күш сынасты. Апта сайын өткізіліп келе жатқан турнир аяқталуға жақын. Біз алға құрамасы осы Аягөз, Шығыс Қазақстан облысынан келіп отырған жайымыз бар. Жалпы осы Аягөз атағын шығарып, жеңу мақсатында келдік.